Мына пайғамбарымыздың жақсы көрген жемісі. Инжир, иә? Pul deydi, 300 Niye bizim tut? Onday. Uzun. Emzikin. Пайғамбарымыз айтады, менің өмірімдегі ең қатты қиыншылық көрген жерім осы жер дейді. Осы Таиф қаласы. Ана қаланың ортасын көрдіңіздер ғой. Сол жақтан таспен атып құлап келген. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, осы бақшаның ішіне демалған. Үсті қан, басы жарылған, көзіне жас алайын десе уже қиналған сол да жас жылап осы жерде отырған. Дәл осы жерде отырған кезде осы бақшада сыртынан бағанды екі кісі қарап тұрып дедім ғой, 100 мың жібереді деген сөз. Бар 100 мың жесінде осы жерде берген. Біз мен өзім автобус өзіне кішкене қиналып қалдым. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолында иман келтірген кезде осы бақшаны сол кісінің атына берген. Аддас деп. Яғни осы жерде пайғамбар салам отырғандықтан ана жерде мешіт деп қойған, бірақ мешіт қазір ремонт істеп жатыр екен. Үлкейтіп. Бірақ мына әдейі не үшін осылай ескі күйінде қалдырған, келген адам пайғамбардың руханиятын сезінсін деген. Өжет негіз беті дәу здания қылып салса шамасы жетеді ғой, ақшасы бар. Бірақ адамдар келген кезде барынша тарихи жердің мәнін, руханиятын сақтау үшін келіп көр. Мына ағаштар кезінде пайғамбар салам жерінде өскен, осы жерде пайғамбар салам қан болып отырған. Яғни осы сәтте пайғамбар салам бағана дұғасын айтқан. Ей Аллахым, мен сенің тағдырыңа разымын, мен сенің әлсіз құлыңмын, сен маған разы болсаң болды. Бірақ та маған сенің амандығың да керек деп осы жерде дұға айтқан. Сондықтан осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жеріне келіп, осы пайғамбарымыздың руханиятын сезіну өте бір үлкен арман. Нұрсұлтан соны айтатын, сен қай ата бабаң бұл жерге келген еді деп айтатын еді ғой, сол секілді. Сіздерге де Алла тағала осылай үлкен шарапат беріп тұр. Так, тұт. Қып-қызыл. Дәмді ма? Дәмді. Ойлаңыздар, пайғамбарымыз кезінде дәл осы жерде жүрген. Дәл осы жерде. Суретке түсейін деп жатырмыз. Бәрі дұрыс болып жатыр деп отырды, әлде бір естелік болсын енді. Ал жүріңіздер. Қалай сізге? Шыққым келмей тұрмын, мына жерден сондай жай екен. Иә, бақытын. Сырт-тыныш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең шарапатты адам. Тайпас жағынан да ең шарапатты, ең беделді адамдардан. Көкесі бар, туысқандары бар. Пайғамбарымызға ешкім зиян тигізе алмайды. Өйткені арабтарда тайпа болып бір-бірін қорғайды, бір-бірін ренжітпейді. Пайғамбарлық келгеннен кейін бүкіл Меккедегі бұтқа табынатын адамдар, пайғамбардың дұшпандары, кәпір адамдар пайғамбарға зиян беріп тастайды. Сол 6 жыл бойы пайғамбарымызды қорғап келетін Абу Талиб деген көкесі болады. Әкесінің туған ағасы, көкесі туған ағасы. Сол кісі 6 жыл бойы ешкімге қол тигізбейді, пайғамбарды сақтап жүреді. Ол кісі Меккедегі ең беделді адам болады. Бізде кәдімгі айтқан чиновник дейсіз, оның ең інісі ғой. Қол тигізбейді, сақтап жүреді. Бірақ Алланың қалауымен сол 6-шы жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең сүйікті әйелі Хадижа анамыз қайтыс болды. Сенің жарың, 6 баланың анасы,
өмір бойы сені қолдап келген, сен үшін ақшасын, өмірін бәрін берген, исламда ең алғашқы қабылдаған мұсылман әйелі жан жары қайтыс болады. Пайғамбар өте қатты қиналады. Артынша Абу Талиб та қайтыс болады. Көкесі. Меккедегі ең демеуші болатын, ең қолдайтын, ештеңе тигізбейтін көкесі артынша қайтыс болады. Әйелі және көкесі. Сол жылы ғалымдар айтады, Амр хузни, қайғы жылы болды дейді пайғамбарымыз. Одан кейін Абу Талибтан кейін Меккедегі әрбір дұшпан пайғамбарымызға тиіседі болған. Баста бағанадай күйеуінің кішігін тастап кетеді, күледі, ұрады. Мекке қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еркін жүруге шамасы жетпей қалады. Таифтағы байлар, беделді адамдар, көшедегі жынды балдар болады ғой, соларға ақша береді да, дәу тастар алдына тастап. Біліңізші, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақша сұрап тұрған жоқ. Одан ештеңе сұрап тұрған жоқ. Үй беріңдер, әйел беріңдер деп жатқан жоқ. Тек қана ислам қабылдаңдаршы, Аллаға ақиретке сеніңдерші, ертең қиямет күні құтыласыңдар деп адамдар шақырып қойған. Ана тентек балдарды жинап, бүкіл халайық бойынша пайғамбарға тастап тастады. Мен деген нәрсе жігіттен кету керек. Егер сіз байқаған немесе байқамаған халде мен деп айтатын болсаңыз, әсте басқа адамдардан өзіңізді жоғары көресіз. Сізді осы құлшылығыңыз, осы сапарыңыз тозаққа алып баруы мүмкін екен. Өйткені шайтан, иблис, білімі болды ғой. Алланы танып, тозаққа немен кетті ол кісі тозаққа тәкаппарлығымен кетті. Ғалымдар айтады, ендеше сенің әрбір ізгі амалың, әрбір құлшылығың сенің жүрегіңе кішіпейілдік беру керек. Мен қажеке болдым, мен умра істедім, мен Таифқа бардым, мен пайғамбарға сәлем бердім деген нәрсе жүрегіңізге Алланың мейірімін алып келу керек. Басқа адамдар да барсын, сондай қасиетті жерді көрсін деген сезім болу керек. Бағанағыдай жүректің ішіндегі, жақшаның ішінде мен деген нәрсені өшіріп тастау керексіз. Егер осы құлшылығыңыз қабыл болсын десек. Қараңыз, кейбір адамдар бар, қазір Каба тауап етіп жүр. Бірақ Алла құзырды Алла тағала құлшылықты. Не үшін? Өйткені ол сол құлшылық істеген кезде өзіне менменсінеді. Мен істеп жатырмын, мен келдім, мен ақша жұмсадым, мен комфортқа келдім, мен бүйттім деп ішіне сондай сезім пайда болды. Дәл сол секілді, дәл қазір Қазақстанда кейбір кісілер бар. Қалтасында көк тиын жоқ, бірақ жүрегі Кағбада. Алланы армандап отырады, Алладан мен алып барса екен деп. Алла тағала сол кісілерге орнын жазып қояды. Амалдар деді умра істедім деп тұрады. Имам Ғазали не деп айтады? Имам Ғазали әрбір таңда тағажуд намазда тұрған уақытында, ей Ғазали, Алла тағала саған тағы да бір күн нығмет берді, бір күн берді. Сол бір күніңді жақсылап пайдалан, жақсылап қолдан деп айтады екен. Сөйтеді екен да, өзінің кеше күн не істеген ойланады екен, есеп береді екен. Мен кеше біреуді ренжіттім, болмаса біреуге ауыр сөз сөйледім ба? Дейді екен да, мен бұндай нәрсені бүгін жасамауым керек деп өзіне мақсат қояды екен. Бүгін таңның атысынан күннің батысына дейін мен тек қана жақсы жасауға ұмтыламын деп жақсы жасайды. Міне, онда біз өзімізге есеп беруіміз керек, құрметті қажылар. Өзіміз есеп беріп, өзіміз контроль жасамайтын болсақ, жаңағы қажылыққа келіп, болды турлау деген нәрсе жоқ. Намаз оқыдым, түзелем деген нәрсе жоқ. Дұрыс, намаз оқу арқылы өзіміз не істейміз? Тәрбиелейміз, құрметті қажылар. Рамазан ол да бір сабыр мектебі. Қажылық үлкен сабыр мектебі. Намаз ол да сабыр мектебі. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Нари ва асхабул жанна. Асхабул жаннати хумул фаз. Аллам осында әмин деп Аллахқа жеп отырған барша құлдарының дұға тілектерін қабыл ет, мұраттарын асыл ет, сапарымызды оң ет. Алла тағалам күнәсі кешірілген, тәубесі қабыл болған, анадан туылғандай таза күйде, пәк күйде елге оралып нәсіп қылғайсың. Ғуфранaka Rabbana ва илайкал масир. Саллаллаху тағала ля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин ва саламун аля ал-мурсалин
Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah. Kabul olsun. Бүгін арнайылап Таиф қаласына барып, пайғамбарының сүйікті жемістерінің біреуін алғанбыз осылайынан. Біреуін болғанда бір пакет алдық 5 риалға. Соның ішінен бір жемісте осындай алла деген жазуға ұқсайды. Енді тура олай болмауы да мүмкін, бірақ алла деген жазу сияқты мынау. Салыстырып қарап көріңіздерші. Осылайынан. Алға деп. Жай жеміс қой былай қарасаңыздар. Бірақ енді қасиетті жерде жүргендіктен осындай дүниелерді қарап таң қаласың.